Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Арике. Достар, біз бүгін Ченнің оқиғасы 3-ші бөлімін жалғастыратын боламыз. Сіздерге көп рахмет. Сіздер менің Ченнің оқиғасы деген оқиға ол кино, сол дәл кино. Соған көп просмотр болып жатыр. Соған 3-ші бөлімін шығарып жатырмын. Әлі 6 бөлімге дейін барады. Қорықпай қойыңдар. Ал біз кеттік видеомызға. Бір күні Чен бәрін ұтып, ол қайтадан тренировка жасап дайындалып жүреді. Оның қолында бір ауру бар, білмеймін. Оған бір сиқыршы атай оған бір дәрі су әкеліп бер дегенде, сиқыршы атай оған бір суына бір дәрі қосып жіберген екен. Сол дәрінің кесірі одан осындай ауру пайда болды. Бірақ сол магияның да пайдасы тиіп қалды. Ал біз сосын Чен дайындалып жүріп, оған 3-4 айдан кейін оған хат түседі. Оған міне дуэльге бір адам шақырады екен. Сосын ол кейін Чен оған қорықпастан өзінен 2 есе мықты адаммен қырылғысы келді. Сөйтіп ол қырылысқа шықты. Жоқ, мен алдымен дайындалусыз ешкіммен қырылмаймын. Кеттім, дайындаламын. Грушам ойда. Осындай маған өзіме тренировка өте қатты ұнайды. Мен тренировкамды ешқашанда тастамаймын. Мен осы тренировкамның арқасында өзімді қорғап жүрмін, дейді Чен. Сөйтіп арада 1 сағат өтті. Сонда да дайындалып, отжимание жасап, приемдар үйрене бастады. Сөйтіп ол 1 сағат өтті, 3-4 сағат өтті. Ол қатты шаршағаннан кейін ол төбелеске шықты. Мінекей, оның күші көп екен, аты ниндзя, орыс адамы. Қазақ вс орыс деп тұр. Ал енді орыс оған: Чен, смотри меня, Чен, ты щегол, ты. Сосын Чен айтады: ты что материшься, дейді. Сөйтіп олар қырылысты бастай береді. Сен ол ниндзя, мен сені по-любому жыртамын. Мә саған, сен маған қолыма әдейі жаман қылыш беріп қойдың. Мен егіз өзімнің қылышыммен төбелесуім керек. Маған бәрібір, по-любому сені ұтамын деп, мұны ұзақ төбелеседі екен. Ешқайсы да берілмейді, Чен ұтыла береді. Себебі ниндзя орыс адамы қазаққа әдейі жаман қылыш берді. 1-ші раундта Чен ұтылды. Ал екінші раундта не болмақ? Давайте, сіздер лайктарыңды стопқа қойып, лайктарыңды басып отырыңдар. Кімге вальт етесіздер, жазып кетіңіздер. Кім ұтады? Және жазып кетіңіздер. Стопқа қойыңыздар, жазыңыздар. Сөйтіп Чен өте қырыла береді. Дайындалғанның пайдасы тиді. 2-ші раундта ол ұтып отырды. Мен сені ешқашанда жеңілмеймін. Қазақ ешқашан қолын. Мен қазақпын. Мен намысымды ешкімге бермеймін. Алға қазақ, мен мұсылманмын деп айқайлап жүрді. Сөйтіп олар қырыла береді. Ұзақ қырылады. Олар видео ұзақ кетіп отқаннан кейін себебі олар ұзақ қырылады. Қырыла береді. Сөйтіп бір-бірінен ударларды жеп, Ченнің көзі көгеріп қалады екен. Сөйтіп ол соған қарамастан бірақ ниндзяны ұтты. Мен мұсылманмын, намысымды ешкімге бермеймін деп айқайлап жіберді. Сөйтіп ол қуаннан кейін ол қайттан тренировкасына барады екен. Ол тренировкасын: мен жеңдім, мені ешкім жеңбейді. Қазақ ешқашан намысты қолынан бермейді. Алға Қазақстан деп, біз мұсылманбыз. Біз ешкімнен ұтылмауымыз тиіс деп айтты.
достар, сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын, достар. Так что арнаға тіркеліп лайктарыңды басып отырыңдар. Сіздермен бірге болған Арике. Достар, мен фонымды өзгертіп тастадым. Себебі ана фон не анау? Ұят. В общем, достар, міне біздің теннің оқиғасы 3-ші бөлім аяқталды. Сіздермен бірге болған Арике. Қош сау болыңыздар. Сау саламат.